Оңтүстік Қазақстан облысында бүгінгі күнде біз көлік логистикалық орталығын құрып отырмыз. Бұл жергілікті әкімшілікпен жасап отқан жұмысымыз. Ол басты мақсат бүгінгі күнде екі көліктік логистикалық орталық құрып отырмыз. Биыл беретін қосатын екі логистикалық орталық, біреуі Астана, біреуі Шымкент болады. Басты мақсат мүмкіншілігі Астанадағы көлік логистикалық орталықтың жүк айналымы жылына 1 миллион тонна, Шымкенттікі 700 мың тонна болады. Енді Құрық порты жайлы айтатын болса, Құрық порт бүгінгі күнде біздің Ақтау портында бар мүмкіншілікті жаңа паромдық тасымалды кеңейту мақсатында, және де біз осыған дейін де айтып кеттік. Ең бастысы жаңағы Каспий арқылы өтетін өткелді, паром өткелін нығайту. Сол жердегі біздің Қазақстан темір жолының, біздің бүкіл транспорт өкілдің үстемділігін нығайту деп санаймыз. 4 миллион 110 мың тоннадай жүк өтеді ол жерден. Бүгінгі күнде Алматы мен Шудың ортасында күніне 17 пар пойыз біз өткізіп отырмыз. Егерде бұл Алматы-Шу қосылғаннан кейін біз күніне 68 пар пойыз өткізетінде мүмкіншілігіміз нығаяды. Әрине бұл тек қана Қазақстанның ішкі тасымалы ғана емес, соған қосымша да міндетті түрде транзит. Бұл участка бүгінгі уақытта Қытайдан келіп жатқан Орта Азияны қосатын участка. Әрине бұл да Қытай мен Орта Азия мемлекеттерінің ортасындағы саудаға үлкен үлес қосады деп ойлаймын міндетті түрде. Мысалы регионалдық осы аймақтық тасымал болса, ол жүктер міндетті түрде бәрі Қазақстаннан басып өтеді. Мысалы жаңа айтқан Орта Азияға баратын жүктер болса. Бірақ біздің бүгінгі күнде мақсатымыз Қытай Халық Республикасының іш жағында жатқан жүктерді алып шығу. Ол біріншіден біздің бәсекелестігімізді көтеру керек. Бұл басты құрған кезде бұл тек қана үш мемлекеттің, мысалы басты үлкен алпауыт мемлекеттер транспорт саласында істеп жатқан Қытай Халық Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы. Сондықтан да бұл жақтан жұмыстар жүргізіліп отыр. Өйткені бұл тек қана Қазақстанның ғана есіліне тиетін пайда емес, бұл үш мемлекеттің түсетін пайда. Сондықтан да әрине бұл тарифтік мәселелерді біз теңшеп отырмыз. Қытай жағымен де, Қазақстан жағымен де. Неге десеңіз, бұл жолы бізде ең басты біздің бәсекелес ол теңіз болып отыр. Бірақ біз бүгінгі күнде теңізден жүк тасыған кезде, әрине біз қандай жүк болса да бәріне жабысып отқан жоқпыз. Біз бүгінгі күнде қосымша несі жоғары жүктерді іздеп жүрміз. Мысалы шығыста Қытайда жасалынған жүктерді, пайда болған жүктерді мүмкіншілігінше тезірек батысқа тасимын деген клиенттер, мысалы жаңағы айтып кеттік, автобөлшектер, IT, электроника сияқты жүктерді біз бүгінгі күнде сондай жүктерге басты аударып отырмыз бүкіл немізді.